Нәтижелі сапалы білім бере отырып бәсекеге қабілетті ұрпақ тәрбиелеу. Білім беру мен тәрбие үрдісінде инновациялық жаңа технологияларды енгізу арқылы шәкірттердің шығармашылық қабілеттерін дамыту, білімді өздігінен ала білу дағдысын қалыптастыру, ұлттық және әлемдік мәдениет құндылықтарын білетін, түсінетін, адамгершілігі мол ұрпақ тәрбиелеуді басты назарда ұстайтын Маңғыстау облысының білім басқармасының Мұнайлы ауданы бойынша білім бөлімінің нөмір 6 жалпы білім беретін мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесі үшін 2020-2021 оқу жылы нәтижелі жылдардың бірі болды. 2020-2021 оқу жылы қашықтықтан оқыту форматында басталды. Мектепте 1-4 сынып оқушылар үшін кезекші сыныптар ашылды. Өткен оқу жылын мектебіміз 131 сыныппен қамтылған 3080 оқушымен аяқтады. Педагогтар туралы жалпы мәлімет. Барлық педагогтар саны 290, зейнеткерлер саны 2, ер азаматтар саны 32, жас мамандар саны 57. Жалпы педагогтар бойынша санат алған педагогтардың үлесі 2020-2021 оқу жылында 5 ұстаз педагог зерттеуші, 29 ұстаз педагог сарапшы, 46 ұстаз педагог модератор біліктілік санаттарын алды. Жалпы педагогтар бойынша санат алған педагогтардың үлесі 33,4%. Педагогтардың білім мазмұнын жаңарту, үш тілділік, тағы басқа курстармен қамтылу үлесі. Білім мазмұнын жаңарту курсымен қамтылған жалпы педагогтер саны 185. Біліктілік арттыру курстары бойынша қамтылған педагогтер саны 95. Аудандық, облыстық, республикалық, халықаралық семинарларға қатысқан педагогтер саны 130. Педагогикалық инновациялық технологияларды, оның ішінде Bloom технологиясын 77 педагог өз қызметі барысында қолданып келеді. Жалпы педагогтерден инновациялық технологияларды қолданатын педагогтардың үлесі 100%. Қазақстан Республикасының білім беру жүйесін дамытуға қосқан зор жеке үлесі үшін мектебіміздің ұстаздары Білім ғылым министрі Асхат Аймағамбетовтің алғысымен Сүйінова Жадыра Базаровна, Актулаева Рыскүл Истурғановна, Тілеуова Жамал Таймановна, Нысанова Гаухарай Өтегенқызы марапатталды. Аталмыш оқу жылындағы мектебіміздің жеткен жетістіктеріне қысқаша тоқтала өтейік. Биылғы оқу жылында 9-11 сынып оқушылар арасында республикалық пәндік олимпиаданың аудандық кезеңіне 12 пән бойынша 34 оқушы қатысып, оның 18 жүлделі орындарға ие болды. Пайыздық үлес бойынша 47%. Олимпиаданың облыстық кезеңіне 6 оқушы жолдама алып, 100% көрсеткішпен барлығы дерлік жүлдегер атанды. 9-11 сынып оқушылар арасында жалпы білім беретін пәндер олимпиадасында орыс тілі пәнінен 10 сынып оқушымыз Мұхтарова Дәнекер олимпиаданың аудандық, облыстық кезеңдеріне үздік деп танылып, республикалық кезеңде жүлделі 3-ші орынға ие болды. Жетекшісі Мұхтарова Шолпан Мұнатовна. 1-7 сынып оқушылар арасында зерде ғылыми жобалар конкурсының аудандық кезеңіне 8 секция бойынша 16 оқушы қатысты. Оның 11 жүлделі орындарға ие болды. Пайыздық үлесі 69%. Аталмыш оқу жылында Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай көптеген іс-шаралар ұйымдастырылды. Атап өтер болсақ, оқушылар арасында үздік оқырман жобасы, креатив шығармашылық оқушылар жобасы, тәуелсіздік мәңгілік елдің тұғыры атты кітап көрмесі, елімнің бақытын тербеткен тәуелсіздік тақырыбында дөңгелек үстел, елорда тарихы, ел тарихы сұрақ-жауаптар сайысы және танымдық сағаттар, онлайн-офлайн көрмелер, спорттық шаралар. Сонымен қатар, жас ұстаздар арасында жаңғыру жолындағы жас маман атты апталық өткізілді. Оқушыларды кітап оқуға баулу арқылы тұлғалық таным және білім деңгейін көтеру мақсатында ұйымдастырылған мектебімізде өткен оқу жылының 2-ші жартысында басталған үздік оқырман жобасының үздік деп танылған оқушылары арнайы бағалы сыйлықтармен марапатталды. Мектебімізде 2020-2021 оқу жылында Жас Қыран және Жас Ұлан республикалық ұйымына 60 жасөспірім қабылданды. Оқушылардың онлайн білім алуын қамтамасыз ету мақсатында 50 компьютер, 187 ноутбук, 60 планшет, 653 роутер оқушы игілігі үшін таратылды. Өткен оқу жылында әртүрлі санаттағы мемлекеттік атаулы көмек алатын отбасылардың мектепте оқитын әр баласына бір реттік әлеуметтік көмек көрсетілді.
яғни 1174 балаға 25 000 теңгеден материалдық көмек көрсетілді. Осылайша нөмір 6 жалпы білім беретін мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесі 2020-2021 оқу жылын жемісті аяқтады.